Қазіргі таңда өндіріс саласында білікті жұмысшы мамандарға сұраныс артып келеді. Соның ішінде Қазақстанның индустриялық дамуында токарь мамандығы ерекше орын алады. Мен Аралбай Фелис, Шымкент қаласы индустриалды техникалық колледжінде 1-ші курс токарь мамандығында оқимын. Мен ата-анамның қолдауымен мамандықты өзім таңдап келдім. Бұл мамандық нақтылықты, ұдайы ізденісті талап етумен қатар жоғарғы деңгейдегі жауапкершілікті қажет ететін саланың бірі. Дәл осы бағытта өзімнің білімімді, тәжірибемді арттырып, отандық өндірістің гүлденуіне үлес қосуды басты мақсатым деп санаймын. Интернет желісі арқылы токарь қыздардың шебер қимылымен металдарды бөлшектерін бұйымдарға айналдыруының әсері еткен соншалық токарьлық шеберлікті құпияларын түсінгім келді. Ата-анам қыздар игеретін мамандық болмаса да таңдауымды қолдап, токарь мамандығына оқытатын оқу орнын іздедік. Оңтүстік өңірі бойынша Шымкент қаласында орналасқан бір ғана индустриалды техникалық колледжі дайындайтынын білдік. Әзірше колледжде осы мамандықты игеріп жүрген 200 ұлдың ішіндегі жалғыз қызбын. Қазіргі таңда елімізде өндіріс пен технологияның қарқынды өркендеуі үдерісінде заманауи токарьлық жабдықтарды меңгерген мамандардың қажеттілігі күннен күнге артып келеді. Жоғарғы деңгейде жұмыс істейтін станоктар бүгінгі нарықта үлкен сұранысқа ие. Колледж шеберханасында әлемдегі әйгілі DMG Mori компаниясының сандық бағдарламалық басқарылатын токарьлық және фрезерлік станоктары меңгеріп жатқандығымды мақтанышпен айта аламын. Осы себеппен мен бұл саланы терең меңгеріп, білікті маман ретінде қалыптасуды қалаймын.